Қайбір жыл Қосановты қолдайық деп, ел жұртты жатпай тұрмай үгіттепті. Жеме-жемге келгенде Қосановың басымызды бәлеге тығып кетті. Ойбай мен алдандым деп сондағамыз қос білегін алаңға түріп кепті. Өлсем де елмен бірге өлемін мен, дегесін ел жүрегі жібіп кетті. Рувыдыға 2 сағат кіріп шығып, сандалып сосын бірақ қуып кетті. Болдағайын алаңнан тараңдар деп, аңғал елдің намысын сенімін жығып кетті. Содан кейін театрға директор боп, биліктің айтқанымен жүріп кетті. Қаңтарда да кешегі үні шықпай, әншейін 1-2 рет үріп кетті. Алаңнан пайда жоқ деп тынышқана, Алатау театрына кіріп кетті. Қасқырдай қайсар мінез ринатты, Қосанов қойдан жуас қылып кетті. Уай! Ал енді сөз, мен өзім желіккем жоқ, желпінгем жоқ. Айыра алмайсыңдар еркімнен тек. Қосановтың жайын айттың қайтамаған. Оған менің маңдайым шертілген жоқ. Қосанов сайлауда рас бір алдады, одан басқа зиянын келтірген жоқ. Сенің елбасың сияқты бір жан досым Алтынбек Заманбекті өлтірген жоқ. Дулат Ағаділдерді аттырған жоқ, қазақтың байтақ жерін саттырған жоқ. Кәсіпкерлер бастаған жұмыстарды туыстары тартып алып жаптырған жоқ. Қосанып халықты бір лақтырған мен, Назарбаевтай 30 жыл лақтырған жоқ. Бай туып достым асағым батты, келесап неге кеудемнен қақты, қаңтарда мені тығылдың ғой деп, бәлесін неге осылай жапты. Қаңтардың жайын біліп алнақты, ол кезде билік халықты сатты, әкімдікті де өздері жақты, терезені де өздері шақты. Өздері жақты, айыпты бірақ халыққа тақты, экстремистсің деп, террористсің деп, мылтықпен атты, түрмеге жапты. Айтатын болсам қаңтардың мұңын, емі жоқ жара мәңгілік мұңын, түрмеге жапты, сабалап бетті, қазақтың қанша қызы мен ұлын. Қуат Найманды таяққа жықты, Жанболаттарды түрмеге тықты, елді тонаған 200-лер тағы да судан таза боп шықты. Тоқайып бәрін оғамын деді, жаңа Қазақстан құрамын деді, байлықтың бәрін елге қайтарып, қазақтың бақты қыламын деді. Билікпен халық жарасын дедім, өлеңім қырдан арасын дедім, бәрінде қойшы, бәрінде айтарсың, қазаққа Құдай қарасын дедім. Өзімнің сырым өзіме мәлім, жауабым болсын сөзіңе жалын. Қаңтарда мен де қалада жүрдім, көзіммен осының көріп, көзіммен бәрін. Сендер де біздей іргеледіңдер, жайымды біліп біргемедіңдер, қанша қырылып ел жатқан кезде біреуің тағы үндемедіңдер. Осылай сөйлеп ақынымызға таңғалсын сөздің татымы бізді. Сендер сияқты бір жан біз, бірақ сендердей біздер, бірақ бір жан өртеген жоқпыз театрымызды. Көңілді жөнбе қайтару болса, жарасар сөзде қайтарым болса,
мақсатың бізді тойтару болса, қаңтардың жайын саған берейін, шамаң жетсе егер айтарың болса.